әйелімнің аузына шығарып жатырмын спермамды деп, мына Қазақстанда бір аға менің жекеме сөз қалтырып қойыпты. Міне қазақ қызы Қытайдағы осындай әңгіме айтып жатыр. Енді расында оған жазған ба, жазбаған ба білмейміз енді. Жазғанда болуы мүмкін. Неше түрлі адамдар бар, аралай тыңдап көреміз енді. Құрсын деңіздерші, әйелдің аузына сперманы шығарған емес, ағалар. Әйелдеріңіздің аузына сперманы шығаратын болсаңыздар, бірінші әйеліңізге де зиян, екінші өзіңізге де зиян ғой. Екран алды ағалар дәл сіздерді осындай спермаңыз бұрын атылып шығып кететін, я болмаса әйеліңізбен байланысқа түскен кезде уақытыңыз 5 минуттан аспай жатыр ма? Ешқандай алаңдамаңыздар, емханаға да бармаңыздар. Мына мендегі болған өнімді үйіңізде жатып қана қолданасыздар. Қысқа ғана уақыттың ішінде мына уақытыңызды ең жоқ дегенде жарым сағатқа апарып отырып, әйеліңізбен байланысқа түскен кезде бір түнде 2-3 тапсырма орындайтын боласыздар. Қане толықтай ақпаратты алып отырып, осы өнімді алсам деген ағалар, тезде мына 20 минуттың ішінде өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекеме қалтырып кетіңіздер. Мен сіздерді тосамын. Я алатын ақша болатын болса, мен берейін. Маған ана өрі бүйрек қуаттайтын мүшеге жағатын өнім беріп. Ойбай аға, ес ақылыңыз дұрыс па? Ақшаңыз көп болса дұрыс, маған шашасыз ба? Жөнді Я айтпайсыз мынау ба? ақша ма, кетті ғой ақша, кетті маған мына бүйрекке ем таба алмадым. Сен ана өніміңді берсең болды. Қаншалық ақша болса да берем. Қанша уақыт болды? Емханаға бардыңыз ба? Ой, бардым, анан да істеді, мынан да істеді. Мешіттен де көрмегеннен кейін саған келіп отырмын ғой. Болды, ашуланбаңыз, ана ақшаңызды алып кетіңіз, оншылықты да ақша кетпейді. Мен сізге біраз кеңес берейінші, жарай ма? Дәл мына экраннан ағалар сіздерде осындай көп ақша жұмсамай, үйімде отырып қана емханаға да бармай, денсаулығымды бірінші орынға қоя отырып, өзінде болған осы бүйрек әлсіздік, уақыт өте қысқа болу, байланысқа ешқандай зауқым соқпай жайсаң арылғым келетін ағалар бері қараңыздар. Дәл осы мына мендегі өнімді үйіңізде жатып қана қолданатын болсаңыздар, мына жыныс мүшелеріңізді қатқан қастай отырып, уақытыңызды ұзартуға көмегін тигізер. Қане тоқтай ақпарат аламын деген ағалар, тезен өздеріңіздің ең тура болған мына тіркеу нөмірді дереу жекеме қалтырып кетіңіздер. Жыныс мүшеңізді өлшеген кезде 18 сантиметрден төмен болып жатқан ағалар, дәл осы кескінді сөз соңына дейін көріп, әрі бір сандарыңызды қалтыра кетуді әсте ұмытып қалмаңыздар. Мына әдетте жыныс мүшеңізді өлшеген кезде ең жоқ дегенде осы 12 сантиметр болмаса толымсыз деген сөзде. Экраннан да ағалар жыныс мүше менің 10 сантиметрге жетпейді, уақытым өте қысқа, әйелімді қанағаттандыра алмай жатым деген ағалар бері қараңыздар. Енді алаңдамайтын болыңыздар. Дәл осы мына мен айтқан жақпамайды, әр күні кеш ақын жыныс мүшеңіздің басын айны тартып отырып сұрап жағып беретін болсаңыздар, қысқа ғана уақыт ішінде тұрмай қалған жыныс мүшеңізді қап-қатты қылып отырып, байланыс кездегі мына жыныс мүшеңіздің ұзарып жуауырына көмегін тигізеді. Қане қызып отырған ағалар не қарап отырсыздар? Тезен өздеріңіздің ең тура болған мына тіркеу нөмірді дереу жекеме қалтырып кетіңіздер. Мен сіздерді тосамын. Қатын сен күйеуіме не беріп жүргесің өзі айналайын? Мына жерде бір әйел келіп, мына қазақ қызына әңгіме айтып жатыр. Неге менің еркегімді қуаттандырып жердің, күштендіріп жердің дейді. Соған қайта рахмет айту керек сияқты ғой. Түнімен ұйықтатпады ғой ол маған. Ой, ана жігітіңіз бүйрегім әлсіреп кетті, байланысқа ешқандай зауқым соқпай, әйелімді қандыра алмаймын дегеннен дәл осы мына сезім айын берген ғой. Өнен кейін міне мына сартылқанды да алған ғой жігітіңіз, міне бүйрегін 10 есе қуаттап береді. Бұны қалай істетеді деді, ана 3-4-тен жағапта жатады ғой айналайын. Орсын, ол бір 5-6 3-4-тен істететін дүние емес қой. Жігітіңізге ашық айтқан ой, әр күні кеш ақын жақпамайдан біреу жағады жыныс мүшесіне. Ал енді сартылқанды әр күн тартың ашқарақта бір стакан ғана шеттен ғой. Қуады екен жігітіңіз, айтып барыңыз енді тоқтасын. Енді тоқтапса сіз жүре алмай қаласыз. Болды, жарайды. Мақұл, жарайды. Құйрық майды былай істетіп беретін болсаңыздар, жыныс мүшеңізді ұзартуына, тұрғызуына көмектеседі десем, көптеген ағалар сенбейді. Ондай болса мына кескінді сөз соңына дейін көріп шығып, әрі бір сандарыңызды комментарияның астына қалтыра кетіңіздер. Үйіңіздегі мына бір жапырақ мына құйрық майды жұқалап туралап алғаннан кейін, әр күні кеш ақын жататын кезде жыныс мүшеңіздің басынан аяғына тартып отырып жағып беретін болсаңыздар, одан қалса осы бүйректеріңізге жағып беретін болсаңыздар, мына сіздердің жыныс мүшеңізді тұрғызып отырып, бүйрегіңізден су өткен жайсың бәрінен араластар. Ал енді бүйтіп сөйтіп уақытым жоқ, тез арада өнім көретін, өнім бар ма дейтін болсаңыздар,
тезен қазірдің өзінде өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереумен жекелемей қалдырыңыздар. Мен сіздермен кербасқа шыға отырып, бұдан да өнімі күшті болған жақсы бір өнімді айтып беретін боламын. Жыныс мүшеңіз дәл осындай 5 сантиметр болса, тезен командаға 1 сандарыңыз қалтыңыздар. Ал енді 10 сантиметр болса, командаға 2 сандарыңыз қалтыңыздар. Ал енді 18 сантиметр қылам десеңіз, 3 сандарыңыз қалтырып, кескінді сіз соңына дейін тыңдап. Мейлі жыныс мүшеңізді өлшеген кезде 10 сантиметрден төмен болып, я болмаса уақытыңыз өте қысқа болып, жыныс мүшеңіз тұрмай, әйеліңізбен байланысқа түсе алмай қалсаңыздар, ешқандай алаңдамаңыздар. Мына Қытай енді хит болып жатқан, көптеген ағалар істетіп өнім көріп жатқан жақсы бір сезім айын алып келдім. Дәл осы сезім айды әр күні кеш ақымына жыныс мүшелеріңізді жағып бересіздер. Қысқа ғана уақыттың ішінде жыныс мүшеңізді қатқан қаздай отырып, мына уақытыңызды ұзартып, әрі осы жыныс мүшеңізді жуан қылып, әрі ұзын қылып аласыздар. Қане, менде де осындай жуан қылғым келеді, уақытымды ұзартқым келеді деген ағалар, тезен өздеріңіздің мына ең тура болған мына тіркеу нөмірді дереумен жекелемей қалдырыңыздар. Мен сіздерді тосамын. Мына таудан төмендессем тұра. Есі ақылыңыз дұрыс па? Не айтып отырсыз? Енді қайтесің қарындас, енді саған қызық кетіп отырсың ғой енді. Қызықтың өсіп, қолыңызды бұлай жүгірте бересіз ба? Анжысы жігітім қарап отыр әзір. Қуаты келсе, қате түсін қаса қайтем. No, God! Енді қайтем енді. Өнен кейін әлгі неде кеше әйеліммен бірге жыланияға түскен ғой. Соңын әлгі жерде әйеліммен түсіп, соңын әлгі әйелім сенікі кішкентай айтып қалды, кетіп қалды бүгін таңертең ол. Ерік намысыңыз әйеліңізге түсіп кетті дейсіз ғой. Ол түсіп былай қалсын тапталды ғой былай айтқан кезде. Соңын сен әлгі видеоны көріп, былай қарасам сен өзі өстіп тұр екенсің, қызық кетіп соңын саған кегем. Әлгі сен видеода айтып отырсың ғой. Әлгі бір жақпа май дейсің ғой, өңген бүйректің қан айналысын жақсылайтын, соны берсе алып кетейін мен. Бұлай деңіз. Енді бітсе мен әйелімнен қайырылып қалатын бол мен. Айырылатын болып сөз реттеліңіз болмапты. Болды бетіңізші. Қазір менде ол зат жоқ қой, таусылып та қалған. Ана тіркеу нөмірі мен жекелемей қалтырыңыз, өзім сізбен хабарласып, сол саталқамен сезім айын салып берем, жарай ма? Вообще ұзартады, ұзартып, жуартып, әйеліңізді шартаушына шығарып, әйеліңіз қасыңыздан аймалап шықпайды. Соны ағызатындай болса болды. Ой, ағызат алаңсыз болыңызшы. Болды, мақұл, қарашы. Яна байланысына бір қалдық қоям, Жарайды. Тұзы суға аяқтарыңызды былай малып беретін болсаңыздар, бүйрегіңізді қуаттаумен бірге жыныс мүшеңіздің қаттылық дәрежесіне көмектеседі десем, кейбір ағалар сенбейді кестіре. Ондай болса сөзсіз осы кескінме лайықты басып, командраға 2 сандарыңыз қалтырып, сөз соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Жататын кезде осы мына тұзды суға аяғыңызды малып беретін болсаңыздар, бүйрегіңізде мына су өткен себепті ашып ауыратын, я болмаса мына байланысқа соқпайтын, жыныс мүшеңіз тұрмайтын жақтан көмектеседі. Ал енді бүйтетін мен уақытым жоқ, аяғымды қайнақ суға салатын, тез арада өнім көретін өнім бар ма десеңіздер, менде бір атақты бір өнім бар. Дәл осы өнімді күнде кеш ақын жыныс мүшеңізді сылап отырып жағып қана берсеңіз болды. Қысқа ғана уақыт ішінде жыныс мүшеңізді қатқан қазықтай отырып, уақытыңызды жарым сағатқа апарады. Қане алайыншы деген ағалар не қарап отырсыздар? Тезен өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереумен жекелемей қалдырып кетіңіздер. God help those who stand in our way. Tommy Shelby. Why not? Ой, братан, анау емес пе еді? Ой, сол, жүр, кеттік. Зат қане? Ақшаңызға не? Бір. Ой, мына ақшаңыз өте көп екен аға, мұншықты ақша кетпейді, алып кетіңіз. Мына ең жол келгенде аз ақша кетсеңіз болды, жарай ма? Жарайды. Сонда мына затын сондай қымбат емес болды ғой? Әрине қымбат емес, өте арзан бағамен аласыз ғой. Затыңа кепілдік бересің ба? Бүйрек қуаттай ма? Әрине кепілдік берем аға. Берсе онда қалған ақшаңды кейін саған ұрып беретін боламын. Әке. Жарайды, мәліңіз. Бүкіл Қазақстандағы ағалар дәл осы сіздерге айтып жатқан мына сарталқамен сезім айы өте көп ақша жұмсамайсыздар. Емханаға да бармай дәл осы үйіңізде жатып қана қолданатын болсаңыздар, өздеріңізде болған бүйрек әлсіздік байланысқа ешқандай зауқыңыз соқпайтын жайттан арылатын боласыздар. Қане толықтай ақпарат аламын, я болмаса осы өнімді алам деген ағалар тезен жарым сағаттың ішінде өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереумен жекелемей қалтырып кетіңіздер. Африка еркектен жыныс мүшесі 30 сантиметр болады екен. Дәл осы кескінме идомалы арпаласқаннан кейін комментария бір сандарыңыз қалтырып сөз соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Егер
әлде сіздер осы жас кезде қолмен көп ләззаттан себепті жыныс мүшеңіз құрып қалған, я болмаса өте қысқа болып, әйелдеріңізді разы қыла алмай жүрген болсаңыздар, мына мендегі сезім маймен сатылған іш беретін болсаңыздар, қысқа ғана уақыт ішінде жыныс мүшеңізді қатқан қастай отырып, африкан жыныс мүшесіндей сияқты ең жоқ дегенде 18 сантиметрге апарып алатын боласыздар. Қане қызық отырған ағалар, не қарап отырсыздар? Тезден өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу мен жекеме қалдырып кетіңіздер. Ай, тоқташы. Ой, барыңыз Ай, бастаппай. тоқташы, жігітім, мынандай қып берші. Мынандай дейсіз ба? Иә, вообще қандырмай жатыр. 18 сантиметр қып бере аламын, сенсіз Ой, ба? шын ба, берші соңында Әрине. қасап жатырсың ғой. Одай әзі жоқ қой, әпке қуады кесі ғой сізде. Тіркеу нөмірін қалтырыңыз жігітім. Не жағдай болып қалды соғылып? Ой, вақыт қысқа, вообще түріп түсіп қалады ғой, вообще. Ой, қанбай жүрім дейсіз Аха. ғой, е? Болды. Мына өнімді жігітіңіз істеткенен бар ғой, сізді ыңқылдатып отырып, жігітіңізге болшы деп кетесіз ғой. Ой, енді қалай алам оны айтсаңшы. Айтып отырмын ғой, жігітіңіздің ана тіркеу нөмірін маған қалтырыңызшы. Соны мен өзім хабарласып отырып, әдемі отырып қоректап салып беремін. Жарай ма? Жарай, жақсы. Қазақстандағы мына Шымкент қаласында бір ағамен жекелме былай деп сөз қалтырып қойды. Әйемнің қасына жоламағалы бір ай болды, байланысқа ешқандай зауқым жоқ, әйемнің қашып жүрмін деп. Экраннандағы ағалар, сіздерде қазір осы уақытыңыз өте қысқа болып, бойдан еті кетіп, әйеліңіздің қасына барып байланысқа түсейін десеңіз, вообще осы жыныс мүшеңіз тұрмай қалды ма? Ешқандай алаңдамаңыздар. Қай-қайдағы ана гормондық құрамы бар, денсаулығыңызға зиян келтіретін өнімді алып ішкенше, мына мендегі мемлекеттің тексеруден өткен өнімді алып ішетін болсаңыздар, осы жайсың бәрінен арыласыздар. Қане тоқтай ақпарат алайын деген ағалар, не қарап отырсыздар? Тезден өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу мен жекелме қалдырып кетіңіздер. Тырыс етеді, тыға бергің келеді. Дәл осы жұмбақтың жауабын білетін ағалар бар болатын болса, тезден идома лайықты басқаннан кейін комментарияға бір сандарыңыз қалтырып, әрі осы жауаптың жұмбағын жаза кетуді әсте ұмытып қалмаңыздар. Егер мына сіздер жасым 35-тен асқан себепті ма білмеймін, байланыс қылған кезде уақытым 5 минуттан аспайды. Бұның айтуы бойынша енді көп еркектер қартайған сайын жалып жасап жатыр дейді. Енді көреміз енді не айтып жатыр бұл. Я болмаса, мына әйеліме ешқандай зауқым соқпайды, өніңен жыныс мүшем солып қалып жатқан ағалар, бері қараңыздар. Үйіңізде жатып қана денсаулығыңызды бірінші орынға қоя отырып, мына осы жайсыңыздың бәрінен арылатын жақсы бір өнім бар. Дәл осы өнімді білгім келеді, алғым келеді деген ағалар Арнаға жазылып, подписка жасап қойыңыздар. Мына экранда тұрған видеоны көрші, өте қызық. Мынау бас үстіне, бас үстіне көр.